Сәлем достар, бұл Опыспай каналы. Видеоны бастамас бұрын бір өтініш. Каналға жазыңыздар. Қазіргі уақытта видеоларымның ауқымды бөлігін көрермендер каналыма жазылмай қарайды. Сондықтан да каналға жазылуыңызды сұраймын. Сізге қиын емес, ал маған қосымша ынта. Сонымен бүгін мен жалпы құны 600 мың теңге болған процессор құрастырғаным жайлы айтатын боламын. Менің бір досым айтқандай, мұндай ақшаға Ресей есебіндегі жақсы көлік алуға болатын еді. Дегенмен блогерлікті бастағалы видео монтаждауға арналған компьютердің қажеттілігі туындады. Ең басты талап жұмыс жасау жылдамдығы мен қуаттылығы болды. Мен бұған дейін материнский плата, корпус, блок питания, процессор және жесткий диск алып қойғанмын. Өкінішке орай бұлардың бәрін ашқан сәтін видеоға түсіру ойға келмепті. Бүгін видеода озу SSD және вентиляторлардың ашу сәтін және компьютердің құрастыру сәтін көрсететін боламын. Айта кететін жайт, мат плата мен процессор 3 жыл бұрын алынғандықтан ескілеу болып көрінуі мүмкін. Бастамас бұрын компьютердің сипаттамасына тоқталайық. Материнский плата H97 Pro Gamer LG1150 сокетінде, процессор Intel Core i5 4670K, видеокарта Asus AMD RX 5700 XT TUF Gaming 8 ГБ, блок питания Air-Cool GT700S 700 Вт, 2 диск орнатылған HDD Western Digital 2 ТБ, SSD Samsung 860 EVO 500 ГБ, озу Kingston KVR16 8 ГБ-тан 16 ГБ, корпус Cougar Challenger, кулер Deepcool Gammax 400, вентилятор корпусқа Aigo DR12. Енді әрбір компонентінен тоқтайын. Корпус жалпы алғанда кез келген баратын корпус алуға болады. Дегенмен қосымша вентилятор болса өте жақсы. Кейбір корпустар блок питаниемен келеді. Алайда егер сіз видео монтажға немесе жақсы ойнауға компьютер жинасаңыз, блок питание салған жөн. Өйткені блок питание сіздің талаптарыңызға сай болмауы мүмкін. Блок питание келетін болсақ, Air-Cool 700S 700 Вт шыны керек, тоқтың жауы. Дегенмен видео монтажға, видеокарта мен процессорге қуат көзі артығымен болған жөн. Матплатаға келетін болсақ, процессор жоғарыда айтқандай бұрын алғандықтан шамалы ескілеу. Бірақ видео монтажға жарайды. Монтаж, яғни рендеринг үшін бастысы видеокарта мен оперативка. Бұл жерде бізде Asus AMD Radeon RX 5700 XT TUF Gaming 8 ГБ және оперативка Kingston KVR16N 8 ГБ-тан 2, жалпы алғанда 16 ГБ. Болашақта тағы екеуін алып 32 ГБ-ға дейін жеткізу ойда бар. Одан ары, яғни 32 ГБ-тан артық материнка қолдамайды. Дисктерге келсек, 2 диск орнатылған. SSD және HDD. SSD-ға әдеттегідей операционға және барлық программалар қондырылады, ал файлдар HDD-да сақталады. SSD диск ретінде M2 форматындағы дискті қондыруға болатын еді, бірақ олардың бағасы аспен отыр. Мүмкін жаймен болашақта ауыстырып жатармыз. Және ең соңғысы, бұның бәрі жұмыс барысында өте көп жылу бөледі. Бұл жылудың игеру үшін кулер Deepcool Max 400 және корпусқа вентиляторлар Aigo DR12 4 вентиляторы алынды. Енді осы компьютердің бағасына келейік. Бұл компьютер бағасы өздеріңіз алдын ала көргендей 600 мың теңгеге шықты. Дайын күйінде алатын болсаңыздар, қосымша 50 мың, 70 мың артық төлейсіздер. 600 мың теңге бұл монитор, клавиатура, мышка секілді заттарды есептемеген кездегі бағасы. Сонымен жинаған компьютерім осындай. Қай бөлшекті қандай дүкеннен алғанымды видеоның сипаттамасына жазып кетемін. Сау болыңыздар. Лайк басып, ойыңызды тастап кетіңіз. Ал сіз 600 мың теңгеге компьютер сатып алар ма едіңіз? Әлде рус учет десяткалар ма едіңіз? Маған қызық. Біліп отырайық. Комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.